Ассалаумағалейкум, достар, қалайсыздар? Бүгін мен бір шешімге келдім. Қарап отырсам, YouTube'да автокөліктер аудиториясында қазақ тілінде тест-драйвтар, бағалар ашу жақсы дамып келе жатыр. Мен қуаныштымын. Бірақ енді бір жағынан қарап отырсам, арнайы бір көлікті алып, яғни проект, яғни жоба қылып, ешкім жасамапты. Енді мен сол жобаны бірінші бастасам ба деп отырмын. Әрине қазақ тілді аудиториясында көрейік қандай көлік екен. Я, достар, бұл Lada Priora. Қазір комментарияға жазуларыңыз мүмкін. Неге орыстың көлігін таңдадың? Қайтейін деп едің орыстың көлігін деп. Я, ол да дұрыс шығар бір жағынан. Бірақ бұл көліктің бағасына қазір не аламыз? Бұл көліктің бағасына ескі иномарка ғана келеді ғой. Енді ескі көліктерден қарайтын болсақ, 15-20 жыл бұрынғы көліктер. Мен таңдауым жылы жаңалау көлік болғаннан кейін осы Priorаны таңдадым. Достар, бүгіннен бастап осы көлік жобада бізде, сондықтан да арнайы мына наклейканы жасаттым. Өзімнің каналымның наклейкасы. Енді осы көлікке жабыстыратын боламыз. Ресми түрде бүгіннен бастап Priora бізде жобада. Я, достар, наклейканы жабыстырдық. Енді шамалы аздаған қателік кетіп қалды. Бір жерінен ғана мына жерден қарап отырсақ, Р-ның аяғы шамалы жыртылып кетті. Оны қайтып басып қойды. Ештеңе етпейді, алыстан байқалмайды, ешкім бәрі жақыннан қарамайды ғой. Көлік 2015 жылғы. Менің айдап жүргеніме 2 жыл уақыт болып қалды. Енді кейбір видеолар бар. Алдын ала түсіріліп қойған, енді кейінде түсіретін видеолар бар. Сондықтан да видеоларда шамалы айырмашылық болып қалуы мүмкін. Көлік айтқанда 2015 люкс, ең толық комплектация. Бұл жерде ұнамайтыны, ең ұнамайтыны маған түсі. Серебристый дейді, сұр түс, осында серебристый түстерді жаным жек көреді. Бұл жерде, достар, өзінің көлемдегі заводтан шығатын дискісі 14-ші размерлі, бірақ бұл диск Priora'ның өзінікі емес. Кик деген фирмадан оригинал диск. Қазір бұл жерде 185, 65, 14 тұр. Профиль яғни 65, диск бізде 14. Оригинал диск. Дисктің түсі негізі темный серый ма сондай. Сондықтан түс сәйкес келмегеннен кейін мен алып дискіні бояп тастадым. Әрине бұл кәдімгі бояу емес. Жидкая резина деген бар баллончикта. Екі баллончик алдым, 4 дискіға бір-екі слойдан жетті. Оны кейін шешіп тастауға да болады. 1,5 жылдан астам уақыт өтті. Ешқандай да ештеңесі түсіп жатқан жоқ. Жұлып тастасам түседі, бірақ мойкада пистолеттен ұрған кезде түспеді. Әрине бізде шамалы аздаған заң бұзушылықтар бар. Бұл тонировка әдеттегіндей. Жалғыз мен ғана емес, Қарағандыда тонировкамен жүрген, сондықтан да ештеңе кетпейді. Екі жақ, екі боковой дейміз. Ұмытып қалдым қанша кейін айтып берем. Қанша процент екен алдында, артында. Бізде алдында пленка тұр, тек алдында ғана. А екі жағында әйнек өз қара әйнек сондай. Заводской дейді, бірақ ол ешқандай да заводской болмайды, сондай сатылады. Соны тағылған.
смотрится, чем С-класс. Да, конечно. Какие проблемы? Багаждың көлемі 430 литр, және де артқы камера орнатылған. Әрине люкста болмайды. Қосымша орнатқан, өздері мен алған кезде болған. Одан кейін парктроник, 3 парктронигі бар. Достар, багаж көлемі 430 литр болғаннан кейін өзінің 14-ші размерлі дискалары жаңағы 65-ші профильмен 4 баллон дискісімен бірге сиіп кетеді. Қазір мен ашып көрсетпей тұрғаным әзірге құпия, алдағы уақытқа құпия ұстап отырмын. Бұл көлік жай Priora емес. Алдағы уақытта үзбей көріңіздер, сонда қандай Priora екенін көретін боласыздар. Біз әрине сыртқы келбетінен бастаймыз. Өзгерістерді шамалы. Мы без скандалов, флов, да храни нас Боже. Пацану с двору, да и мать бы тоже. Давай подытожим, кто остался, кто нет, с кем двигаться стоит. На волю, Я, достар, бұл жоба басталды. Әрине мен басқа көліктерге тест-драйв жасамайым деген мағына емес. Басқа көліктерге тест-драйв жасаймын. Бұл көлік тек қана ара-арасында ғана шығып тұрады. Достар, ең басты түсініспеушілікпен қарауларыңызды сұраймын. Неге десеңіздер, бұл көліктің бірден ананы, мынаны істеп кету әзірге мүмкін болмай тұр. Оған басты себеп қаражат, сондықтан да түсініспеушілікпен қарауларыңызды сұраймын. Әрине шығып тұрады, тек қана ара-арасында ғана шығады бұл көлік. Оған дейін басқа көліктерге тест-драйв жасала береді. Я, достар, бүгінге осы қадамды бастадық жобаны. Енді, достар, каналға жазылайық, лайк басайық, қазақша аудиторияны көтерейік. Видеоны алсам міндетті түрде лайк басып, Instagram парақшаларымызға және ВКонтакте парақшаларымызға тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен қоштаспаймыз, күтіңіздер.